Самұрық-қазына дарынды инноваторларды іздестіруге кірісті. Қордың ұйымдастыруымен инновациялық Қазақстан байқауы жарияланып отыр. 19 қыркүйек күні зияткерлік сайыс салтанатты түрде шымылдығын ашты. Барлық өтініштер мен ұсыныстар электронды түрде қабылданбақ. Басты талап идеялар жаңашыл әрі іс жүзінде тиімді болуы тиіс. Былтырғы конкурсымыз ашық болды, ашық түрде өтті. Сондықтан барлық идеялар түскен біз қарап, бізге керектілерін таңдап алдық оның ішінен. Теміржол саласында, телекоммуникация саласында біз пайдаландық. Осылайша жобалар қор компаниялар тобы үшін өзекті мәселелерді шешуге септігін тигізген шарт. Ұлттық компаниялар тарапынан энергетика, телекоммуникация, көлік пен машина құрастыру, тау-кен және мұнай-газ салалары бойынша 143 технологиялық міндет алға қойылған. Бұл биылғы сынның негізгі ерекшелігі. Енді біз жеңімпаздарды тек қана бір ақша приздармен емес қана, бірақ олардың идеяларын нақты ұлттық компаниялардың ішінде іске асыруға мүмкіндік береді. Өйткені жеңімпаздар ұлттық компанияның өзінен сол өзінің идеясын іске асыруға, грантты жеңіп алуға сондай мүмкіндік алып отыр. Бұл жолы Самұрық-қазынаға қарасты мекемелер іс-шарадан тыс қалмай сараптамалық қызметке де белсене қатысады. Сондай-ақ Әділқазылар алқасының құрамында көрнекті ғалымдар да жұмыс істейді. Ең үздік идеялар компаниялар тобының ғылыми-техникалық кеңестерінде қаралмақ. Өтініштерді қабылдау биылғы жылдың 5 желтоқсанына дейін жүргізіледі. Барлық ақпаратты байқаудың ресми сайтынан алуға болады.